дәл қазір Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданы Пойма май комбинатындамыз. Бұл жерде күнбағыс майы өндіріледі. Күнбағыс дәнін қабығынан ажыратудан бастап оның тұтынушыға жету аралығындағы барлық процесс осы зауытта жүзеге асырылады. Мұнда тәулігіне 100 тонна күнбағыс майын өңдейтін рафинация желісі іске қосылған. Өнім сапасы арнайы бақылауда зертханада тексерістен өтеді. Бұл бізде зауыттың май құю цехы. Қазіргі таңда зауытта 5 литрлік және 1 литрлік линия жүріп жатыр, май құйылып жатыр. Бізде тұтынушыларға тікелей өзімізде шикізатты өзіміз қабылдаймыз, өзіміз сығамыз. Тұтынушыларға солай барлығы өзімізден жеткізіледі. Мұнда май құйылады, крышкалары жабылады. Бұл жергілікті өнім күнделікті тұрмыста тұтынатын күнбағыс майы бізге жеткенше осындай бірнеше кезеңнен өтеді. Алдымен арнайы қоймада сақталып, кейін өңірдің азық-түлік дүкендеріне жеткізіледі. Осылайша жергілікті өндірістің өнімі әр үйдің дастарханынан табылып, өңірдің азық-түлік тұрақтылығына үлес қосуда. Жергілікті өнім сенімді таңдау.